Қайтадан давай. Маған қарап, күліп бақтылы болып қойшы, қалып болса да, пожалуйста. Бұл гүл емес тұрбай бұл. Қайтып тазалайыз мұны? Білмеймін жан, тазалайсың өзің. Ё-моё. Жақсы, мен келесі өзіңдікін қарап алдым. Мен қой менсем кетеді, сенікі лап табашың. Кафен мен кетірем. Ешак, бұтыңды маяққа тешіп кет. Жаныңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Мен енді қазір Бішкекке жол жүріп бара жатырмын. Негізі нелегко на два города жить. Енді магазиніме до конца енді болайын дедім. А то жетім бозыдай өзі жалғыз жатыр. Сол маған қыздар ұрсады, Аружан, сен деген бір балаңды тастап кеткен сияқты, не Алматыда жүре бересің, Бішкекке кел деп ұрсып жатыр да. Сол бұйырса iPhone розыгрыш болады бізде, кәдімгідей құтылып алу керек сол нәрседен. Мен негізінде Бішкекке келген сайын сразу автоматически тілім алмашып кетеді да, қырғызшаға. Бирок деген сторисқа шыққанда мен қазақша сөйлеп қаламын да. Анткени бир жолу мага айткан болчу да, типа сен кыргызча сөйлөп эле койчу. Эмнеге типа нетип атасың, жагымпазданып кыргызча сөйлөп атасың деп, анан мейли деп тырышып калган болчумун да. Но мен кыргызча сөйлөйм. Кыздарга келдим бүгүн. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатух. Спасибо, қара. Менің бүгін қорғаушым білесіздер ма? Еркеш деген, короче, жолда келе жатқанбыз, бұл мен букетін ұстап. В общем, сондай болып тұрды да, қарап қалсам, скорый келе жатты да, Еркештің иығынан қақ кетті ше. мен алдында тұрмын, Еркеш бірінші тұрды, бірақ Еркешті қақ кетті. Зарина тиген жоқ деп уайымдап жүр, сөйтіп мені құтқарып алды. Алла разы болсын. Иығы ауырып қалды мына жері. Жазылып кетсін. Айтып отырмын, тойдағы айтсын, жақсы тойдағы айтсын деп отырмын. Тойыңда қызмет етем берші, Айда екеуінің. Рахмет, спасатель. Кейбір қолдаушылар жазып мандаринді бөлісіп жатсың ғой, енді осы тәттілерді үйіңе бар, үйдегілермен чай ішіңдер, отбасыңмен чай іш депті. Мен бүгін үйге інім келген, бүгін то есть азанда келіп, уже кетіп бара жатыр, бұйырса Турцияға қазір шығарып саламыз түнде аэропорттан. Күшті ақ жол. Нешін кетіп бара жатсың? Сборға, баскетбол, тұран Баскетбол ойынша Турцияға ойынмен жарысқа кетіп бара жатыр. Сондай. Международный билет жағы бөліп келе жатырмыз. Бұйырса енді бір аптадай болады екен, жаңа жылға дейін келіп, інім сессиясын тапсырып Түркістанға барып дальше 31-не дейін. Қайтадан бізге бұйырса Алматыға келу керек. Себебі жақындарымыз, туысқандарымыз, барлық бауырларымыз жиналып жатырмыз. Үлкен шаңырақ қазір Алматыда болып тұрғы. Бұйырса бәрін күтеміз. Жаным менің балапаным, менің балам. Қараңыздар қандай машина. Ойбай. Мынау айыды. Ойбай. Типа қолмен етіп отырам. Міне өстіп тазылап, барлығымыз тамақ, анау қосып көпті. В общем, барлығымыз тамақтанайық істеп жатырмыз. Барлығымыз болғанда білмеймін, басымыз қосылады сияқты бүгін бұйырса. Негізі оны үйтпейді, әкеш көрсетем қап істейді. Әні? Мастер-класс көрсетем. Міне? Мен баламмен ойнамаңдар. Ақ көңіл балапаным менің. Кім тисе де мен нетем ғой. Разбираться етем ғой. Бағана саған қарсы шығайын деген. Монғолдар! Жасасын! Береки дана! Мама, құлады бір өлді. Снова седая ночь. Только знаешь, седая ночь.
ты все мои Тұрмысқа шығатын тайны. үйленетін жігіттер ғой. Но даже и ты помочь не можешь идти. Мектептен шығамыз ғой, Жағдай осы. Жеркенттік типа блатной боламыз. Мына бауырдағы өкініп жатқан шығар бізге жақын орналасқан. Мен көп подарка алмаймын, маған қолдаушылар өздері береді. Мен ол нәрсеге мәжбүр емеспін. Айнұр, сіз не айтып отырсыз? Жоқ, енді сендер барлықтан жақсы сөйлейтін жүрасың да, мен жақсы сөйлей алмаймын. Орысша сөйлеген болсаңшы. Атмосфера. Эмоциональный. Айта! Жоқ, сендер мұнда барлықтар бірдеңке бітіріп тастағанда айта бермеңдерші. Конкретно айтамын, мен өзі звондады маған. Жасминді салалар күшті. Жасминге тиіп. Не хочу дедім. Сырттар не хочу дедім. Мен ғой, расының сезім бар ғой. Мен білмеймін ғой. Өлкем айтсын ба ғой. Іште мен не хочу дедім. Сыртта мен не хочу дедім. Саған қарап не хочу дедім. Отырып не хочу дедім. Когда мен хочу дедім саған? Достар, бүгін мен өзімнің водитель болып берейін деп шештім. Қалай екен менің орында болған? Әдемі, дұрыс жігіттер бе. Мына жігіт білмеймін, бұл попуч алып кеттік. Міне. Шақырыңыздар, водитель болып берем. Бар болғаны 4.000 теңге ғой. Погордым. Туда-сюда, там сен биледи. Как кислород, вдыхаю запасы. Ты как звезда, мне повезло больше, чем НАСА. Шарт достар, қалайсыздар? Эфирден шығып, кішкене бас алып тұрайын. Шай ішпегеннен шығар деп ойлап тұрмын. Тамақ ішуге келдік, менің қасымда жаным бар. Қалай настроение күшті ма? И сосын бізбен бірге қазір 2 адам отыр. Өте жақсы адамдар. Кім тәсі 10 000 теңге. Мына екісі. Привет передайте. Жақсы десең де жақпайды, жаман десең вообще жақпайды. Неге тақсын лау қылдың? Жақсы адамдар дедім ғой мен. Өзіміз мақтамай, ортасы жаман пікір айтамыз. Үшін ондай болды екен достар, мен түсінбеймін. Сондай ма? Иә. Да, осы сыйлықтан сіздермен бірге ашу керек деп жатыр. Открываем. Что это, Демгина? Күштеки не цвета дәрежеттері кажется. Басындағы сан 3. Ал кел. Апа, бір сұрақ қойсам бола ма? Оны кешіріңіз. Қараңыз, менің басымда бір сан тұр. 10 мен 1-дің арасындағы кез келген бір санды айтыңызшы. Сіз тапсаңыз, мен сізге сыйлық беремін. Жаңа жылға. Любой бір сан. 1 мен 10-ның арасында кез келген. 7 стура таптың ойға. Сізге менің атынан 20 теңге өзіңізге бір кішкене. Камера бар ал. Жоқ, ешкімге айтпаймын. Мен де сізге айтпаймын. Жоқ. Жаңа жылыңыз еді. Оға депсің? Кеше аз-маз кішкене бір түсініспеушілік болып қалды деп естіп жатырық. Ауыр қалып. Көңіл күйлеріңіз ауырсаңыздар түсіп қалады екен, е? Сөйтіп, қазір татусыздар. Татуымыз ба енді? Табысын тату болсасы. Ол басқа ол, е. Жазылдыңыздар. Күшті екен, бір-ақ күнде жазылып кетесіздер, е? Сонымен кім жеңді? Сіз немесе Эдуарда? Кім деп ойлайсыз? Кім деп ойлаймын? Әрине Эдуарда деп ойлаймын. Сол жеңді. Сол жеңді ма? Неге төбелес болғанын десеңші, неге реніш түсінбеушілік болғанын түсінетін боламыз эфирде. Әзірше осы нәрсені ғана айта аламыз. Сіз қалай ойлайсыз, кім жеңді? Бізге қатысы жоқ бір адам жеңді.